Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Австралия Үнді мұхиты мен үлкен мұхиттың ортасында орналасқан бір ел. Жер көлемі 7.692.024 км квадрат және әлемнің ең үлкен 6-шы елі. Бірақ бұл жер не арал, не материк ретінде қабылданды. Австралия егер материк болатын болса, әлемнің ең кіші материк болатын еді. Егер арал болса, әлемнің ең үлкен аралы болатын еді. Яғни материк деп санайтындар да бар, санамайтындар да. Дәл осы айтқан сөзім ғаламтордан алынған кейбір мәлімет. Ал Австралияны бізге мектепте материк деп үйреткен. Жерді тегістеп білетіндер бұл жерді жердің соңы деп есептейді. Австралия басқа елдерге өте ұзақ. Ең жақында болған Жаңа Зеландияға бару 3 сағат уақытыңызды алады. Картада арасы жақын болып көрінген елдермен арасы кемінде 7-8 сағат алады. Австралия жерінде 6 сағат белдеу бар. Астанасы Камбера және атақты қалалары Сидней мен Мельбурнды алсақ, Қазақстанға қарағанда Австралияда уақыт 5 сағат алда жүреді. Қыс айлары бұл сағат айырмашылығы 4 сағатқа түседі. Әрбір ел географиясы мен мәдениетімен бір-бірінен ерекшеленсе, Австралия белгілі бір мәдениетпен ерекшеленген ел емес. Халыққа сырттан қараған кезде оларды ерекше ететін бір ерекшелігі жоқ. Түрлі мәдениеттерге ие болғандықтан Австралияға барған барлық адам австралиялық сияқты өмір сүре алады. Австралиядағы халықтың 33% өзін австралиялық деп атаса, негізінде 3% ғана шынайы австралиялық. Елдегі халық түрлі этникалық топтардан тұрады, және бұл жер расизмнің ең аз болған ел. Елде 270-тен астам түрлі этникалық топтар бар, 370-тен астам түрлі тіл бар. Австралияның жерінің 20% шөл болса, 70%-дан астамы құрғақ, немесе жартылай құрғақ болып есептеледі. Жердің 40% өмір сүруге ыңғайсыз. Бұл жер Антарктикадан кейін жер бетіндегі ең құрғақ материгі. Австралияның ортасындағы шөлмен қоршалған бұл аймақ Outback деп аталады. Бұл жер түрлі құрт-құмырсқалардың, бауырмен жорғалаушылардың және түрлі жануарлардың өмір сүретіні, елдің ең қауіпті аймағы. Адамдардың 90% осы көргенің сармен белгіленген жерлерде өмір сүреді, ал басқа аймақтарда өмір сүретін адамдар болса өте аз. Тіпті халықтың 75% осы көк түспен белгіленген аймақта тұрады. Австралияда жабайы аңдар адамдар өмірінен орын алады. Мысалға, жолда кетіп бара жатып алдыңыздан қолтырауын шығып қалса, бұл қарапайым жағдай. Елдегі көп жерлерде қолтырауын бар болғаны үшін көлдерде, өзендерде жүзуге тыйым салынған. Елдің халық саны болса 25 миллион. Жер көлеміне қарай халық санына қарайтын болсақ, Австралия халқы ең кең орналасқан 3-ші ел. 1976 жылдан бастап Австралияда халық санағы кезінде адамдардың аталары кім екені сұралмайды. Болжам бойынша 85-92% аралығындағы халық Еуропадан келген халық болып табылады. Көп болған басқа этникалық топтар болса Қытай, Үндістан, Вьетнам сияқты азиялықтар. Шынайы австралиялық болған аборигендердің саны 3% ғана құрайды. Бұл жер нағыз сырттан көшіп келгендердің елі. Халықтың 30%-нан артығы дүниеге келгеннен кейін Австралияға көшіп барған. Бұл жерде өмір сүрген әр 3 адамның бірі көшіп келген. Ал үлкен қалаларда бұл көрсеткіш арта түседі. Австралияның ресми бір діні жоқ. Халықтың 52% христиан, 30% дінсіз, 2,6% мұсылман, 2,4% буддист, 1,9% хинду, қалғаны болса басқа дін өкілдері. Өмір сүруге ең жақсы елдер арасында Австралия 8-ші орында. Жер бетінде орташа өмір сүру 72,81 болса, бұл жерде 83,64 жас. Осыдан бөлек Австралия әлемдегі 183 елге визасыз паспорт беретін әлемдегі ең күшті 8-ші ел. Елдегі бір күндік өмірге қарайтын болсақ, Австралияның ресми бір тілі жоқ. Халықтың 80%-дан астамы ағылшын тілін ана тіл ретінде қолданғаны үшін барлық іс-қағаздар ағылшын тілінде жүреді. Елдің ақша бірлігі Австралия доллары. Бүгінгі курсқа қарайтын болсақ, 1000 Қазақстан теңгесі 3 Австралия долларына тең. Барлық банкноттар пластик. Пластик банкноттар қолдану себебі болса, жасанды ақша жасаудың алдын алу. Полимерден жасалған бұл банкноттар ұзақ уақытқа шыдайды және өте ыңғайлы. Бүлінген жағдайда да қайта өңдеуге болады. 2021 жылға дейін Австралия ең көп, ең төменгі жалақы беретін ел еді. Елде 1 сағатқа 18-20 Австралия доллары болса, айлық 3000 Австралия долларына сәйкес келеді. Халықтың көп бөлігі ең төменгі жалақыға жұмыс істейді. Жылдық орташа жалақы болса 80-90 мың Австралия доллары болса, инженерлердің жылдық орташа жалақысы 80 мың доллардан басталып 120-130 мың долларға шығады. Дәрігерлердің жалақысы болса 150 мен 350 мың Австралия доллары арасында өзгереді. Түрлі кәсіптер арасында статус пен адам айыру жоқ. Бұл жерде жұмыстан кейін қарапайым жұмысшы мен бастық бір жерде отырып
бірге тамақтана береді. Сіздің статусыңызды, қандай жұмыс істейтініңізді ешкім сұрамайды. Бұл елде айлық 2 аптада бір төленеді. Егер сіз пәтер жалдап тұратын болсаңыз, әр 2 аптада бір төлем жасайсыз. Бірақ қалған коммуналдық төлемдер басқашалау. Мысалға, сіз жылы суға 2 айда бір рет ақша төлейсіз. Ал интернет, газ сияқты нәрселерге әр айдың соңында ақша төлеуіңіз керек. Елде ешкім суға ақша төлемейді. Тек қана төлейтіндері жылы суға ақша төлеу. Мұның ең үлкен себебі адамдардың су ішу үшін ақша беру керек емес деп ойлайды. Осы себепті барлық адамдардың ішетін суды тегін қолдануға құқығы бар. Қоғамдық барлық жерге баратын болсаңыз, тегін ішетін сулар дайын тұрады. Бір адамның сапалы өмір сүруі үшін үлкен дәрежеде үлкен жерлерде жұмыс істеуіне қажеті жоқ. Елдегі жұмыс істейтін барлық адам өздерінің жұмыс жерінен алатын айлығы арқылы өте сапалы, қиындықсыз өмір сүре алады. Қарапайым мысал ретінде айтатын болсақ, елдегі ең нашар жұмыс істейтін адамның өзі аптасына 10 килограмм ет ала алады. Бүкіл тауық еттері 4 Австралия доллары болса, 1 килограмм тауық еті 4-5 доллар, қима еті болса 8-10 доллар шамасында, ірі мал еті бағасы болса 12 доллардан басталады. Қолдану мерзімі бітуге жақын қалған өнімдер жарты бағасына сатылады. Таңертең жасалынған торттар кешке қарай скидкамен немесе тегін таратылып жіберіледі. Елдегі ақшаның сатып алу күші өте керемет. Мысалға, бір айлық ақшаңызбен жақсы бір көлік міне аласыз, немесе бір күндік алған ақшаңызбен бір компьютер сатып ала аласыз. Маркеттердегі өнімдер мен электроник өнімдер арзан болса да, жұмыс күші өте қымбат. Мысалға, 3-4 бөлмелі бір үйді боятатын болсаңыз, 7000 доллар төлеуіңіз керек. Бірақ негізінде бояуға кеткен шығын 500 долларды ғана құрайды. Банктерде түскі тамақ уақыты деген ұғым жоқ. Таңертең ашылғаннан кешке дейін жұмыс істейді. Бейсенбі күні австралиялықтар үшін сауда жасау күні. Себебі басқа күндер сауда орталықтары сағат 5-ке дейін жұмыс істейді, ал бейсенбі күні 9-ға дейін жұмыс істейді. Супермаркеттерде балалар қаласа, жей алулары үшін тегін жеміс-жидек бұрыштары бар. Спирт ішімдіктері барлық маркеттерде сатылмайды. Оларға арнайы маркеттер ашылған. 18 жасқа толмаған болсаңыз, ол жерден ішімдік ала алмайсыз. Сатып алу кезінде паспортыңызды көрсетуіңіз керек. Егер 25 жасар адам барып ішімдік алатын болса, және қасында 15 жасар бала болатын болса, оған ішімдік берілмейді. Ішімдік ішіп, көлік айдап, жүргізуші куәлігіңізден айырылатын болсаңыз, бұл нәрсе сізді өміріңіздің соңына дейін қуып барады. Алдыңыздан әрдайым шығады. Мысал ретінде сізге қайта кредит берілмейді. Және осыған ұқсас өте көп мәселелер туындайтын болады. Австралиялықтар бұл жағдайды жауапкершілігі жоқ және сенімсіз адам деп біледі. Мысалға, осындай жағдайға тап болған адам өмірінің соңына дейін таксист бола алмайды. Үкіметтің қарсы болған тағы бір нәрсесі болса, ол да темекілер. Австралиядағы темекілердің сыртқы қорабы қара және барлығы бірдей. Бір қорапша темекінің бағасы 40-50 доллар және қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салынған. Бұл шектеу қалаларға қарай әртүрлі болса да, көшелерде темекі шегуге тыйым салынған. Мельбурн қаласының алдағы 10 жыл ішінде темекі шегуге бүткілдей тыйым салған қала болуы күтілуде. Көлікпен кетіп бара жатып, темекіні сыртқа тастаудың жазасы 10 000 Австралия доллары. Құмар ойындарын өте көп ойнайтын Австралия халқының 18 жастан асқан бөлігінің 80%-дан астамы құмар ойындарын ойнайды. Әлемдегі покер машиналарының 20% осы елде. Австралияда ең қымбат нәрселердің бірі үйлер. Бірақ бұл өміріңіздің соңына дейін үй ала алмайсыз деген мағына емес. Халық көбінесе ипотекаға үй алып, соны өмірінің соңына дейін төлеп барады. Сонымен бірге Австралия халқының жағдайы өте жақсы халықтар арасында. Сіздерден бір өтінішім бар. Достар, видеоға қолыңыздан келгенше лайк, қолыңыздан келгенше комментарий жазыңыздар. Алдыңғы видеоларда да сіздерден осындай өтініш сұраған едім, және барлық достарымыз қолдан келгенше қолдау жасап, өте көп комментарийлер жазып, өте көп лайктар басып, қолдауларын көрсетті. Достар, барлығыңызға алғысым шексіз. Осындай қолдауларыңызды әрдайым күтемін, достар. Олай болса, видеоны жалғастырайық. Қала ішінде 2 бөлмелі үйлер 700 000, 4 бөлмелі үйлер 1 миллион доллардан басталады. Қала сыртындағы үйлер болса 2 бөлмелі үйлер 400 000. 4 бөлмелі үйлер болса орташа 1 миллионға дейін шығалады. Жер үйлер болса қалада 2-3 миллион доллар шамасында, ал қала сыртында болса 700 000-нан басталып 1,5 миллион Австралия долларына дейін шығады. Австралияға барған адамдар ол жердегі халықтың өте қарапайым екенін және бір-біріне деген құрметі өте жоғары екенін айтады. Тіпті егер бір адаммен отырып сөйлесетін болсаңыз, ол адам сіздің жеке өміріңізге байланысты ешқандай сұрақ қоймайды. Елдегі әрбір үйдің алдында қоқыс жәшіктері бар және сол қоқыстарды қайта өңдейді. Қайта өңдеуді қолға алу үшін үкімет өңдеуге болатын қоқыстар үшін белгілі мөлшерде ақша төлейді. Hard Rubbish Collection атымен жылда бір рет барлық көшелерден үлкен қоқыстарды жинайды. Адамдар көтеруге қиын болған заттарын үйлерінің алдына шығарып қояды және жергілікті акимат
бул кокустарды өзү жыйнап алады. 2013-жылы әлемнің ең бакыттуу ели болгон Австралия қазіргі таңда да әлемнің ең бақытты елдерінің бірі. Таза ауасы, табиғатпен үйлесімі, үлкен парктердің болуы, жер үйлердің алдындағы бау-бақшалар және қылмыс жасау деңгейінің өте төмен болуы бұл елді өмір сүру үшін идеал елдердің бірі етіп тұр. Өмір сүру индекс көрсеткіші бойынша Австралия әлемде екінші орында тұрады. Онсыз да әлемнің өмір сүруге керемет деп білінген 10 қаласының 3-і осы елде. Тіпті 2017 жылға дейін Мельбурн қаласы әлемнің өмір сүруге болатын ең керемет қаласы атағын 7 жыл бойы ешбір қалаға бермеді. Аяқ киімсіз далада жүру қарапайым жағдай. Барлығы жақсы болады деген философиямен өмір сүретін халық әрдайым бақытты. Мысалға, бір маркетке кірген кезіңізде сол жерде жұмыс істейтін жұмысшылардың сізге "Қош келдіңіз, күніңіз қалай өтіп жатыр" деген сұрақтар қоюы әбден мүмкін. Бұл нәрсе ол жерде қарапайым нәрселердің бірі. Рахаттануға өте бейімді халық әр уақыт құттықтауға бір нәрсе тауып алып, мейрамға айналдырып жібереді. Бұл елде түрлі халықтар болғандығы үшін тамақ түрлері де өте көп. Тамақ түрлерінің барлығы өте дәмді етіп дайындалатыны айтылады. Халықтың негізгі қоғамдық көлігі автобустар. Елдегі алғашқы нәрселердің бірі қауіпсіздік және кейбір тұрақтардың кіріс есігінде турникет жоқ. Егер картаңызды баспайтын болсаңыз, үлкен көлемде жазаласыз. Көліктердің рульдері оң жағында және көліктер жолда оң жақтан жүреді. Сонымен бірге Австралия әлемнің ең ұзын автожолына иелік етеді. 14.500 километрлік бұл жол Австралияның барлық қаласын бір-біріне байланыстырады. Еш тоқтамай бұл жолдан жүретін болсаңыз, 6 күн уақытыңыз кетуі мүмкін. Австралияда жануарлардың түрі соншалықты көп болғандықтан, олардың тек қана 25% ғана анықталған. Бұл ел әлемнің басқа жерінде табылмайтын жануарларға иелік етеді. Және бұл жануарлар адамзат өмірі үшін өте қауіпті жануарлар. Австралияға тән жануарлардың арасында коалалар бар, бірақ елдегі адам санынан да бұл елде түйелер өте көп. Құлаққа бір түрлі болып естілсе де, Австралиядағы түйе саны Мысырдағы түйе санынан көп, және Австралия қазіргі таңда Сауд Арабиясына түйе экспорттайды. Сонымен бірге медузалар да Австралияда өте көп, және олар адам өмірі үшін өте қауіпті. 2021 жылы март айында медуза себебінен 17 жасар бала өмірден өтті. Әлемдегі ең улы 25 жыланның 21-і осы елде, және 1500 түрлі өрмекші, 4000-нан астам құмырсқа түрі бұл елде ең көп көрінетін жануарлардың кейбіреулері. Үйде құмырсқалар және таракандармен кездесіп қалу қарапайым жағдай, ал кейде кесіртке көріп қалуыңыз да мүмкін. Кейде әжетханадан жылан шығып қалу да мүмкін. Көптеген құс түрін көруге болады. Соның ішінде бүркіттерді де көп кездестіре аласыз. Австралия тек қана әлемнің ең қауіпті жануарларына ие болып қоймай, ең улы және ең қауіпті өсімдіктерге де иелік етеді. Әлемнің ең қауіпті ағашы Джимпи, яғни өлім ағашы осы елде. Бұл ағашқа тисеңіз болды, қиналып өлесіз. Ағаш адамды өртейтін кислотамен оралған. Орманда болған бір адам дәрет қағаз ретінде осы ағаштың жапырағын қолданған және ауруына шыдай алмай өз-өзіне қол жұмсаған. Зерттеулер бойынша осы ағаштан жұққан у 20 жылға дейін әсер етеді екен. Осы ағаштан жеңіл деңгейде у жұқтырған адам удың әсерін 2 жылдың соңында ғана жоғалтқанын айтып отыр. Келесі атақты нәрсесі болса 50 миллионға жететін кенгурулар. Бір секірген кезде 7,5 метрге дейін секіре алатын бұл жануарды кенгуру деп атауында қызық бір оқиға бар. Айтуларына қарағанда бұл жерге келгендер аборигендерден бұл жануардың есімін сұрайды. Аборигендерде білмеймін мағынасына келетін кенгуру сөзін айтады. Осылайша бұл жануардың аты кенгуру болып кетеді. Кенгуруларға тиесілі келесі қызық мәлімет болса, олардың өмірге келген кезде 1 грамм ауырлықта 2 сантиметр бойы болуы. Орташа 1 ай жүктілік кезінен кейін толық дамымай өмірге келген кенгуру баласы 6 ай бойы анасының қарнында дамиды. Австралия қойлар саны бойынша Қытайдан кейін 2-ші орында тұрады. Қойлардың көптігі соншалық халық санынан 4 есе көп, яғни 100 миллионға жуық. Кезінде адамдар бұл жануарды жабайы ит түрі болған динголардан қорғау үшін қоршау құра бастайды. Уақыт өте келе бұл қоршаудың ұзындығы 5614 километрге жетіп, әлемнің ең ұзын қоршау болады. Сонымен бірге бұл елде әлемнің ең үлкен гольф стадиондары бар. 1365 километр ұзындықтағы стадионның бір бөлігі Батыс Австралияда болса, бір бөлігі болса Оңтүстік Австралия аймағында. Австралия тері рак ауруының ең көп болған ел. Мұның себебі болса, Австралияның орналасқан жерінің озон қабатының ең жұқа жеріне тең келуі. Тіпті озон қабатының тесігі Австралияға тура келеді деген болжамдар да бар. Білгеніңіз сияқты, озон қабаты күннен келетін жаман энергияларды өзіне ұстап қалатын бір қабат. Австралияда болса адамдар бұл зиянды нурлардан қорғана алмайды. Жазда болсын, қыста болсын,
Күннен қорғану кремін жақпай далаға шықпайды. Әлемнің ең таза ауаға ие 10-шы елі Австралияда заманауи сенім бойынша тек қана жаз айы дұрыс өтпейді. Елдің үлкен болған соншалық облыстар және қалалар арасында ауа райы айырмашылығы болады. Мысалға, елдің солтүстік аймақтарында жыл бойы ауа райы жылы болса, оңтүстікке түскен сайын ауа райы суый бастайды. Австралияның орналасуы өте басқаша болғандықтан, ол жердегі мезгілдер де өте басқаша. Маусым, шілде, тамыз айлары өте суық болып келсе, қараша, желтоқсан, қаңтар айлары өте ыстық болады. Қыс спорттары бұл елде өте танымал. Себебі Австралия тауларына қыста көп қар түседі. Австралияның өсімдіктері де ерекше. Өртенген ағаштар шіріп жоқ болып кетпей, қайта көгеріп шығады. Австралияның ең атақты көлі болса Қызғылт көлі. Қызғылт пигменттер тарататын бұл көлдің ұзындығы 600 метр. Австралияда пляждар өте көп. 10 мыңнан астам пляж бар. Күнде бір пляжды көруге баратын болсаңыз, бүкіл пляждарды көру үшін 27 жыл уақыт керек. Акулалардың шабуылына қарсы өте көп қауіпсіздік шаралар қолданса да, алдыңғы жылы 7 адам акулалар шабуылынан қаза тапты. Австралия туралы толық мәліметке ие болуыңыз үшін оның тарих туралы да айтуым керек. Бұл жерлердің негізгі иелері әлемнің ең ескі мәдениетіне ие және соны әлі күнге дейін жалғастырып келе жатқан аборигендер. Кейбір пікірлерге қарағанда аборигендер су деңгейі төмен кезде Индонезиядан келген, ал келесі пікір бойынша аборигендер 72 мың жыл бұрын Африкадан көшіп келген. Анық болған факт болса, аборигендер 50 мың жылдан көп уақыт бұл жерде өмір сүруі. Негізінде Австралияның қырылу оқиғасы да өте қызықты және қатыгез. Бұл жер 1606 жылы голландиялықтар тарапынан табылады. Бұл жерді олар Жаңа Голландия деп атайды. Бірақ олар бұл жерде қала алмағандықтан терең зерттеу жасай алмайды. Бұдан хабары жоқ ағылшындар болса 1770 жылы бұл материкті қайта табады. Сол кездері Англияда қылмыс жасау көбейіп, адамдар абақтыларға сыймай қалады. Ағылшындар бұл қылмыскерлерді Американың кейбір жерлеріне жіберетін еді. Соғыстан кейін Америка Англиядан келген қылмыскерлерді қабылдамай қояды. Артынан ағылшындар 1770 жылдар тапқан жерлерін 1780 жылдардан бастап абақты ретінде пайдалана бастайды. Қылмыскерлерді әлемнің арғы шетіндегі жерге жібере бастады. Сол кездер 1 миллионға жуық болған аборигендер аң аулаумен өмірлерін жалғастырып жатқан болатын. Ағылшындар алдымен аборигендердің жерін тартып алып, оларды шөлге жібереді. Сонымен бірге әртүрлі жұқпалы аурулар таратып, аборигендерді түбегейлі жоюға тырысты. Бұл аурулармен бұрын соңғы кездеспеген аборигендердің иммунитеті түсіп, 100 мыңдаған абориген өз өмірін жоғалтады. 80 жыл бойы қылмыскерлер бұл жерге сүргінге жіберілді. 1881 жылы бұл жерлерде алтын табылуына байланысты ағылшындардың көбісі бұл жерге көшіп келе бастады. Ағылшындар аң аулауға шыққан сияқты, жергілікті халықты аулауға шықты. Көптеген адамдар түрлі жолдармен өлтірілді. Жергілікті халықтың көп бөлігі осылайша жойылды. Осылайша 100 жыл ішінде аборигендер халқының 90%-ын жоғалтып алды. Тірі қалғандарын болса құл етіп пайдаланды. Бұл жерге Англия және Ирландиядан көшіп келген халық көп болған себепті 1901 жылы Австралия Федерациясы құрылды. Бүгінгі Австралияны құрғандар сол кездегі қылмыскерлер. Тіпті бұл елдегі алғашқы полиция тобы 12 қылмыскерден құралған. Айтулары бойынша халықтың 4-тен 1 бөлігі осы қылмыскерлердің немерелері. Бұл ел қылмыскерлер тарапынан құралған болса да, қазіргі таңда қылмыс жасау көрсеткіші өте төмен. Қазіргі таңда Австралияда расизм жоқ болса да, негізінде елді құрайтын кезде тек қана ақ нәсілді халықтан тұратын бір ел құраймыз деп жоспарлаған. Тіпті Австралия құрылғаннан кейін 70 жыл бойы ақ тәнділердің ережелері бойынша Австралияға тек қана европалық ақ нәсілділер ғана кіре алатын. 1966 жылдан бастап Австралияның дамуына септігін тигізетін адамдардың елге келуі үшін кейбір елдерден адамдардың көшіп келуіне рұқсат етілді. 1971 жылы болса, елде ешбір бөліп жару болған жоқ. 1998 жылы болса, елге келгендердің 33%-ы азиялықтар еді. Жергілікті халық аборигендер болса, 1997 жылдан бастап қана басқалар сияқты адам ретінде көріліп, басқалар сияқты құқыққа ие бола бастады. 1997 жылға дейін аборигендерге қастандық жасаған Австралия 2008 жылы, яғни 200 жылдан кейін аборигендерден кешірім сұрады. Аборигендерге қарсы ең қатыгез оқиғалар 1910 және 1970 жылдар аралығында болып өтті. Ресми мәліметтерде 30 мың деп көрсетілсе де, негізінде 100 мыңдаған жас балалар ағылшындарға құл ретінде сатылған. Ағылшындардың бұл жерге келген күні 26 қаңтар күні Австралия күні деп аталып, ұлттық мейрам ретінде тойланады. Ал аборигендер бойынша бұл күн геноцид жасалған күн. Австралия тәуелсіз ел болғанымен әлі күнге дейін Англияға тәуелді болып саналады.
Агылшын халыктары тобунда болгон Австралия өзүнүн заңы болгон парламенттик монархия менен баскарылатын 6 облустан туратын федералдуу бир эл. Элдин президенти Англия патшайымы 2 Елизавета болотун, онун өкүлү вице-король болуп табылады. Ел сайлоо менен келген премьер-министр тарапынан баскарылса да, вице-король премьер-министрди кызметинен алып тастай алады. 1998 жылы Австралиянын республика болуу үчүн және патшайым Елизаветанын президент болуп сайлануу үчүн бир референдум өткөзүлөдү. Бирок халктын 54,80% жок дегенди белгилейди. Узак жылдар бою Англияга төбөлдүү болгон Австралиянын туунун бир бөлүгүндө де Англиянын туун көрө аласыз. Австралиянын агылшындарга ал күнгө дейин төбөлдүү экенин көрсөтөтүн дагы бир нерсе болса, агылшын патшайымы Елизаветанын туулган күнүнүн ал күнгө дейин Австралияда ресми бир күн ретинде кабылданып, сол күнү тойлануу. Бир видеонун да аягына келдик. Осындай видеолордун чыгуун кааласаңыз лайк басып мага билдире аласыз. Комментарийда өзүңүздүн пикириңизди билдирүүңүз мен үчүн өтө маңызды. Осы жерден басып Сингапур тууралуу видеону көрө аласыз. Ал мына жерден Кыргызстан тууралуу видеону көрө аласыз. Келесі бейнелерде көрүшкенче, мен Мардан.